Әр шаңырақтың өз сыры бар. Оны сыртқа шашу, өз қадіріңді төгу. Отбасыдағы дау, үйдің ішіндегі жел. Желдің қайдан соққанын сыртқа сездірме. Отбасындағы қиындық, сын. Оны бөлісу емес, шешу маңызды. Үйдің әңгімесі сыртқа шықса, отың сөніп, жылуың қашады. Отбасы өмірдің алтын діңгегі, шаңырағында биік ұстау парызың. Берік отбасы берекелі өмірдің бастауы. Сүйіспеншілік пен сыйластық отбасының негізін құрайтын екі тірек. Отбасы жүректің мекені, қайда жүрсең де оралар жылы ұяң. Бірлігі бекем отбасы елге үлгі, ұрпаққа өнеге. Үйдің жылуы қабырғасынан емес, отбасының мейірімінен шығады. Шаңырақтың шаттығы сыйластық пен түсіністікте. Отбасы өмірде демеу, тағдырдың сынағына төзімділік берер сүйеу. Ағаш тамырынан нәр алады, адам отбасынан тәрбие алады. Отбасы байлықтың ең үлкені, оны қадірлеу бақыттың кепілі. Қиындық сабырдың сынағы, оны жеңу ерліктің белгісі. Өмірдің дауылы құлатса да, орнынан тұрып, алға қарай ұмтыл. Қиындықты өткерген адам ғана шыңға шығады. Сынақтарсыз шыңдалу жоқ, қиындықтарсыз өрлеу жоқ. Әр қиындық алға бастар қадамның алғашқы баспалдағы. Қиындық сеніміңді сынайды, бірақ сенімің оны жеңеді. Өмірдегі ең ауыр жолдар ең жарқын жеңіске жеткізеді. Тасқынға қарсы жүзгенде ғана өз күшіңді сезінесің. Сүріну әлсіздік емес, қайта тұру нағыз ерлік. Қараңғы түннен кейін таң атпайтын күн жоқ. Адамның құндылығы сөзі мен ісінің үйлесімінде. Білім өмірдің жарығы, ол сөнбесе жолың адаспайды. Уақыт ең қымбат байлық, оны босқа жоғалтпа. Сабыр жеңістің серігі, ашу жеңілістің белгісі. Қателік жасау үйренудің басы, оны мойындау даналықтың белгісі. Жақсылық жасаудан шаршама, ол саған екі есе қайтып келеді. Дос қиын сәтте табылған, дұшпан сенім артқанда танылған. Өмір бір сәттік сый, оны мәнді өткізу өз қолыңда. Арман адамды алға жетелейтін қанат, сенім сол қанаттың күші. Тәкаппарлық биіктетпейді, керісінше төменге құлатады. Кішіпейілділік ұлы адамның көркі. Өткен күнге өкініп, ертеңіңді ұмытпа. Әр қиындықтың артында мүмкіндік жасырылған. Жеңіс тек нәтиже емес, оған апарар жолдың жемісі. Адамның батырлығы күшінде емес, жүрегінің тазалығында. Қолыңнан келмесе, қолдауды ұмытпа. Өмір айна, оған қалай қарасаң, саған солай жауап береді. Ең үлкен байлық, денсаулық, ең асыл қазына уақыт. Жақсы сөз жанның азығы, жаман сөз жүректің жарасы. Бақыт байлықта емес, жанның тыныштығында. Өмірдің әр сәті сабақ, әр қателік тәжірибе. Сәтсіздік жетістікке жетудің баспалдағы. Даналық көп сөйлеуде емес, мәнді сөзде. Еңбекке төзген адам ғана биікке шығады. Жанашырлық адамдықтың асқар шыңы. Тәжірибесіз білім бос кітап, тәжірибемен келген білім асыл қазына. Өзіңді сыйласаң, өзгелер де сені құрметтейді. Адалдық адамды асқақтатар ең биік қасиет. Сөздің күші ақылмен айтылуында, әрекеттің құны шынайылығында. Тәуекелге бел байлаған адам ғана арманына жетеді. Өмірдің мағынасы өзіңе ғана емес, өзгеге де пайданды тигізу. Кешірімді адам, жүрегі кең адам. Өзгенің жетістігіне қуана біл, бұл өзіңнің рухани байлығың.
Сұрақ қоюдан қорықпа, сұрақ білімнің бастауы. Қиындықты жеңу үшін алдымен қорқынышты жеңу керек. Жақсылық жасау өміріңе мән қосу. Шыдамдылық табысқа жетудің кілті. Әрбір таң жаңа мүмкіндік, оны жіберіп алма. Сәттілікке сену аз, оған жету үшін еңбек ету қажет. Адамның қадірі істеген ісінен көрінеді. Достық алдауды емес, шынайылықты қажет етеді. Жүрекке түскен ауырлық тек мейіріммен жеңілдейді. Түсіністік бар жерде тыныштық бар. Жеңілген сәттерің күшіңді қайраудың мүмкіндігі. Уақыттың қадірін білмеген өмірдің мәнін ұқпаған. Білімді бөлісу ең үлкен қайырымдылықтың бірі. Ізгі ой ісіңнің басы, ізгілік өміріңнің сәні. Жетістікке жету еңбектің жемісі, табандылықтың жеңісі. Өмірдің ең үлкен жауы еріншектік. Сенім болашаққа ашылар есік. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ең үлкен бақыт өзіңе және өзгеге пайда келу. Қателік жасау үйрену жолындағы қадам, оны қайталамау дамудың белгісі. Өсек әлсіздің қаруы, шындық күшті адамның жолы. Жақсы іс адамның абыройын арттырады. Мақсатсыз өмір бағытсыз желкен. Ерінбей еңбек еткен адам ертеңін жарқын етеді. Өзіңе талапшыл бол, өзгеге мейірімді бол. Тілдің өткірі жүректі жаралайды, жүректің мейірімі жараны жазады. Байлық уақытша, ал рухани құндылық мәңгілік. Шындық ауыр болуы мүмкін, бірақ оның жүгі адалдықтың белгісі. Тәкаппарлықтан бас тартсаң, адами қасиетің артады. Өмірдің мәні өзгенің қуанышын өз бақытыңдай көруде. Үмітсіз өмір сусыз гүлдей, үміт өмірге нәр беретін тамыр. Өзіңді жеңу ең үлкен жеңіс. Дана адам көп сөйлемейді, бірақ әр сөз алтын. Адамның байлығы оның адал досы мен жанашыр отбасы. Білім адамды биіктетеді, көркем мінез оны асқақтатады. Өзгеге жақсылық жасағаның өз жаныңды байытқаның. Қиындықтар өмірдің ұстазы, ал сабыр ең жақсы оқушы. Өмірдің мағынасы берілмей алға жылжуда. Еңбекпен келген нанның дәмі өмірдегі ең тәтті нәрсе. Шынайылық пен адалдық ең мықты қару. Мақсатыңа сенсең, кез келген қиындықты еңсере аласың. Өмір сындар алаңы, әр сынақ табандылықтың айнасы. Өзгеге күлкі сыйлау, өз жаныңды нұрландыру. Тек қана әрекеттен нәтиже туады, ал күту тек уақытты жоғалтады. Өмірдің ағысына қарсы жүзген адам ғана шын ерлікке жетеді. Сәтсіздік сені биікке жетелейтін баспалдақ. Жүрекке түскен ауыртпалықты тек уақыт пен сабыр жеңілдетеді. Арманға апарар жол еңбек пен табандылықтың нәтижесі. Жақсы ой жарты бақыт. Жеңістің дәмін сезіну үшін еңбектің терін төгу қажет. Өмірдің мәні тек алу емес, беру. Жақсы адам өзгелердің бақытына қуанады. Түсіністік пен сабырлық отбасы бақытының негізі. Қиындықтарды жеңудің ең жақсы тәсілі әрекет ету. Күнделікті кішкентай жеңістер үлкен жетістіктерге жеткізеді. Өз өміріңді өзгерткің келсе, әуелі өзіңді өзгерт. Кешірім жан тыныштығының кілті. Қателікті мойындау адамның ең үлкен күші. Бүгін жасаған ісің ертеңгі күннің жемісі. Жанның байлығы дүние емес, рухани байлық. Бақытты адам азға қанағат ете білетін адам. Өмірдің әр сәті сый, оны бағалай біл. Төзімділік ең үлкен күштің белгісі. Ең үлкен құрмет шын жүректен шыққан алғыс.
достық, адалдық пен сенімнің жемісі. Табыс тек ақыл мен еңбектің үйлесімінде. Күннің жарқырауы үшін жаңбырдың өтуі қажет. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.